Қымбатты Түркістан облысының ханымдары мен мырзалары, мінекей осындай керемет, ерекше азаматты өздеріңізге таныстырып отырмыз. Елім, жерім, халқым деген жүрегімен бар ынтасыменен осы қайтсем халқымды мүддесін қорғаймын деген. Сондықтан да сіздерді екінші округтік сайлау облыстық депутаттығына Шалтан Еркінбай Керімбайұлын таңдап, осы кісіге дауыс беруге сіздерді шақырамын. Ой пікіріңіз қандай енді? Мен ойым пікірім, Тілегіңіз қандай халыққа деген? ойым пікірім баяғы Совет одағының кезінде депутаттыққа шопандар, жаңағы ең төмен адамдарды қабылдайтын. Өйткені олар елдің арасында жүр, елдің қамын біледі, елдің проблемаларын жақын біледі деп қабылдайтын осы Совет одағының кезінде. Совет одағының бір жақсылығы сол тұғын. Қазір тек қана өздеріңізге белгілі, бізде онdan тек керісінше қалталы адамдар түсіп жатыр. Ол қалталы адам түскен сайын біз елдің қамын жаңағы оңалып жатқан жоқ, халықты көріп жатсыздар қазір. Сондықтан барынша қарапайым адамдарға, барынша жаңағы елдің арасында жүрген адамдарға дауыс беруді шақырамын. Оның бірі осы Шалтан Еркінбай Керімбайұлы. Бұл кісінің кейінгі 15-20 жылда ел халқымызға, азаматтарға, студенттерге, адамдарға мотивация беріп, қанша адамдарға күш беріп, өмірге деген құштарлығын күшейтіп жатқан азаматтың бірі. Қанша азаматтарды осы кісілермен сөйлесіп, онымен әңгімелесіп, мен өмірге деген құштарлығымды өзгерттім деген адамдарды көптеп естідім. Сондай адамдарға өмірге деген махаббатын, құштарлығын оятатын азаматтың бірі осы Шалтан Еркінбай Керімбайұлыға дауыс беруді мен шақырамын. Азаматтар осы передачаны тыңдаған азаматтар міндетті түрде іздеп келіп дауыс беруді, осы Шалтан Еркінбайды іздеп келіп дауыс беруді шақырамын. Рахмет. Рахмет.